Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін сабағымызда міне жаңадан келіп отқан адамдар бар екен. Мен қысқаша өзім таныстырайын. Мен атым Қонысбай. Өз мамандығым бойынша инженер гидротехникпін, бірақ өз мамандығымда көп жұмыс жасамадым. Неге дегенде қазіргі заманда жалақыға, айлыққа, зарплатаға жақсы өмір сүрудің ешқандай мүмкіншілігі жоқ. Ол үшін мен 26 жасымнан бизнеспен айналысқанмын. Бизнесте үлкен ақшаларға да жеткен уақытым болды, банкротқа ұшыраған уақытым болды. Сондай бір денсаулықтан проблема болып жатқан кезде мен осы биодобавка деген нәрселерді естіп, содан жақсы нәтиже алдым. Содан бұл сетевой маркетинг дегенде мен осыдан 20 жылдан алдын танысып, қазір 20 жылдан артық сол сетевой маркетинг, тек қана сетевой маркетингте жұмыс жасаймын. Сол сетевой маркетингке мен осы бизнесте көп адамдардың үлкен ақшаларға жетіскенін көріп, сол өзім қызығып, өзім келгенмін сетевой маркетингке. Сол бір ғана компанияда 20 жыл жұмыс жасадым, жақсы жетіскендіктерге жетістім, үлкен дәрежелерге, статус бойынша да жетістім. Бірақ осы кейінгі уақыттары, қазір мына кризистер заманында жасап жатырмыз, интернет заманы осындай, осы бүгін естетін ақпаратты мен естіген кезде бірден қабылдаған жоқпын. Екінші адам айтқан кезде де қабылдаған жоқпын. Үшінші адам айтқан кезде мен оны жақсылап зерттеп, бір айдың шамасында зерттеп, сол жерде бар тұрақты табысым келіп тұрған 20 жылдағы еңбегімді қойып, осы қазіргі бүгінгі танысатын бизнеске келдім. Бұл бизнестің бүгін қандай бизнес екенін танысамыз. Қазіргі заманда бұл әрбір адамға қосымша ақша, тұрақты табыс табуға мүмкіндік беретін бизнес. Енді қазіргі уақытта былай алып қарасақ 90% адамға қосымша ақша табуымыз қажет. Неге дегенде біз қазір кризистер заманында жасап жатырмыз. Кризистер заманында жылдан жылға нарық қымбаттап барады. Ол азық түлік па, ол киім ба, ол бытовой техника ма, барлық коммунальный услуга, барлық нәрсе жылдан жылға қымбаттап бара жатқан заманда, егер біздің тұрақты табысы, қосымша табысы жоқ адамда жылдан жылға өмір жағдайымыз төмендей беруі мүмкін. Сол үшін міне қазір бізде сондай керемет осындай мүмкіндіктер заманда жасап жатырмыз. Бұл мүмкіндіктерден пайдалану үшін тек қана бізде сол қосымша ақша тапсам деген қатты үлкен қалау болу керек біріншіден, екіншіден осындай интернеті бар, телефон болу керек болғаны. Ақша табам деген адам әрқандай мүмкіндікті үйренеді, әрқандай мүмкіндікті ізденеді, и сол мүмкіндіктен пайдалану мүмкін. Сол енді қазіргі уақытта қосымша ақша табудың өте көптеген түрлері бар, бірақ соның ішінде әрбір адамға ең қолайлы жолы бұл интернет болып табылады. Интернет пайда болғалы бері көптеген миллиондаған адамдар интернеттен ақша таба бастады. Бизнес әлемінде, бизнес дүниесінде болмаған нәрселер болып жатыр. Адамдар тез дәрежеде, тез уақыттың арасында миллиондар, миллиардтарға жетісіп жатқан заман болды қазір. Оны мысал ретінде алып қарасақ, бірінші орында интернеттен қандай адамдар? IT технология саласында білімі бар, сол жерде тәжірибесі бар, IT технологиясын жақсы білетін мамандар үлкен табыстарға жетісіп жатыр. Олардың мысалы ретінде, мен қазір мына экран демонстрация қыламын. Олардың мысалы ретінде міне бәріміз біз жақсы көріп, пайдаланып отырған, мысалға біздің соцсет тармақтарымыз бар. Солардың ішінде міне Фейсбукты негізін қалаушы Марк Цукерберг, бұл миллиардер болып қалады. Фейсбук, Инстаграм, WhatsApp'ты жаратқандар, Telegram, Павел Дуров, осындай мессенджер, социал тармақтар, әртүрлі приложение, Play Marketке, App Store'a кірсек, неше түрлі, мыңдаған түрлі приложениелер күнде жаратылып жатыр. Осындай приложениелерде миллиондаған подписчиктары бар адамдар үлкен миллиондап, миллиардтап ақша тауып жатыр. Сонымен қатар IT технологиядан, осы интернеттен үлкен ақша тауып жатқандардың қатарында бұл интернет магазинді ашқан адамдар, интернет магазин жаратқандар, мысалға Alibaba, AliExpress сияқты интернет магазиндер, Валберес, Озон, Amazon сияқты интернет магазиндерді жаратқан, олардың иелері үлкен ақшалар тауып жатыр. И күннен күнге бұл интернет магазиндердің саудалары асып жатыр. Неге дегенде интернетте товарлар өте қолжетімді, арзан бағада болады. Сонымен бірге интернетте
әртүрлі жастағы, тіпті сауаты бар да, сауаты жоқ та, тіпті кішкене балдарда ақша тауып жатқандар бар. Олардың ішінде жарқын мысал ретінде алып қарайтын болсақ, Настя Разинская, лайк Настя каналын алып қарар үшін Настя Разинская алып қарасақ болады. Міне Настя Разинская жайлы ақпаратты біз мына неден көрсеңіз болады. Міне сол хақында туралы қазір статьяны оқимыз. Міне 28 жасында лайк Настя Разинская 21 жылы 7 жасар қыз 28 миллион ақша тапты деген мақала Forbes журналында жарияланды. Мына мақаланы өздеріңіз бәріңіз оқып шықсаңыздар болады. Осы мен группаға қоям. Және де қазір Настя жасы 10 жаста, қазіргі табысы 200 мыңнан 500 мың доллардың аралығын құрайды. Сонымен қатар тіпті сауат жоқтарда тағы бір жалқын мысал ретінде TikTok'та Хави Лейм завод жұмысшысы сол карантин кезінде жұмыссыз қалады, сол TikTok түсіріп бастайды. Сол уақыттың өтуімен оның подписчиктері көбейіп 200 миллион подписчик болған кезде дүниеге белгілі Hugo Boss деген бренд онымен шарттама жасайды да, соның рекламасын жасайды. Содан қазір 300 миллион доллар ақшаға иелік етті. Одан да басқа миллиондаған адамдар осы интернеттен ақша тауып жатыр. Енді бізде сондай сұрау пайда болады. Ал енді біз IT технологияны білмейміз, біз осындай канал жүргізу, TikTok жүргізуді білмейміз. Қалай ақша табамыз деген кезде, ондай ақша табудың жолын біздерге интернет магазиндер жүйесінің клуб системасы береді. Енді клуб системасының біз түсінуіміз үшін біз мына Америкадағы клубный системаны үйренуіміз керек. Америкада осыдан 40 жыл алдын клубный система пайда болған. Клубный системаның жарқын мысал ретінде мына Costco супермаркеттерін алсақ болады. Гипермаркеттер, мынандай Costco деген гипермаркеттер бар. Канада, Америкада ол жердің 800-дей магазин складтары бар. Және бұл жерде сауданың бұл жаңа моделі. Бұл магазиндерде сауда жасау үшін карта алыну керек. Бұл жерде клубтың мүшесі болу керек. Мембер деп қойыпты, клубтың мүшесі. Клубта мүшелік карта $120 тұрады бір жылға. Неге иелік етеді мұны? $120 төлеген адам бұл Costco магазиндерінде товар оптовый бағада сатылады. Товардың өнімдерінің үстінде үстеме ақша жоқ, арзан бағада ақша мына мүшелік жарнаға өткізілген, членский взноста. Міне осындай членский взнос алған адам, осындай картасы бар адам, сол магазинге келеді, сол магазиннен қалаған товарын сол арзан оптовый бағада алып кету мүмкіндігіне. Соның нәтижесінде Costco магазины қазір Америка, Канадада 800-дей жерде магазиндері бар. Жылдан жылға олардың саудалары асып жатыр. Сонымен бірге қосымша бұл Costco магазиндерінде өзінің керек болса мынандай заправкалар бар. Мына Costco магазинінің заправкасы, сол сіздің картаңыз болса, сол заправкаларда тіпті бензинді де арзан, жеңілдеген бағада алуға болады. Бұл қалай ойлаймыз енді? Бұл барлық адамға қолайлы ма? Бұның қандай қолайлықтары бар? Біздің жасап тұрған әрбір адамның, осы қазір мына тыңдап отырған адамдардың әрқайсымыз жасап тұрған қалаларымызда, аймақтарымызда біздің үлкен супермаркеттер бар. Азық-түліктен бастап бытовой техника, мебель, киім, бәр нәрсе сатылады. Біз білеміз, ол магазиндерде барлық заттың үстінде үстеме ақша бар, қымбат 3-4 қолдан өтіп сатылады. Ал енді сол магазиндер бізге сондай шартты айтса да, осындай сіз біздің магазинге мынандай карта $120 жылына төлеп қойып, сол келді біздің өнімдерді оптовый баға емес 50% арзан ала берің дегенде, бұл әрбір адамға қолайлы болар ма еді, қолайлы болмас па еді? Әлбетте мен ойлаймын, әрбір адамға қолайлы. Біз қанша ақшаны үнемдеуге болады бұндай системада. Яғни сол үшін біз Америкада осы 40 жылдан бері осындай клубный системалар дамып келе жатыр. Netflix кинотеатр клубный системасы бар. Amazon магазин клубный системамен жұмыс жасайды. Amazon'ның 220 миллион мүшелері бар клубының. Әрқайсысы айына $15 төлейді. Сол $15 төлегенде ол тек қана сол тегін жеткізіп беру үшін ғана $15 төлейді. Costco магазиндерінде 110 еді, қазір 120 миллион мүше болды. 120 миллион есептегенде мысалға айына $10 тура келеді. 120 миллион адам айына $10 төлесе, ол
1 миллиард 200 миллион долларды құрайды бір айдың ішінде. Міне бұлар сауданың жаңа моделі, бұл дамып келе жатқан. Енді осы Costco'ның моделін пайдаланып, Costco, Amazon, басқа клубтар ешқайсысы олар өзінің жаңағы табысымен ешкіммен бөліспейді. Сол 2022 жылы декабрь айында дүниежүзілік базарға осындай интернет-магазин, Deepwood деген интернет-магазин шықты. Ол осындай мүшелікмен қолданады. Сіз бұл жерге мүше болған үшін айына белгілі бір ақшаны төлеп тұрған үшін оның өнімдерін басқаларға салыстырғанда 75% арзан алу мүмкіндігін беретін магазин пайда болды. Және де ол интернет-магазин әрбір өзінің мүшесімен сол өзінің табыстарымен бөліседі. Ол магазин жайлы ақпаратты біз мына нелерден тексеріп көрсек болады. Міне Business for Home сайтында, домашний бизнес for Home сайтында мынандай рейтинг бойынша, дамып келе жатқан компанияның рейтингі бойынша ең жоғарғы орындарды иелік етеді. Бірінші ондыққа кіреді. Қазір міне алтын алсақ, міне 4-ші орында тұр Deepwood клубы. 2022 жылы жұмысын бастаған Америка құрама штаттарында міне рейтинг бойынша 4-ші орында. Бизнес дәрежесі 2А+ дәрежеде. 2А+ деген өте сенімді, өте жоғары дәрежедегі өзі 3А+ бар, ең жоғарғы дәрежесі. Осы жерден көрсеңіз болады. Бұл сайтты да ортаға қоямыз. Бұл Флорида департаментінде ол тізімнен өткен. Оны да мына неден тексеріп көрсек болады. Мына Флорида департаментінің сайты, сіз де өзіңіз кіріп тексеріп көре аласыз. Міне корпорациялардың арасынан іздейтін болсақ, міне Search Voice береміз. Және бұны аты бойынша іздейміз. Мына жерге Deepwood деген жазуды жазамыз да, поиск береміз. Поиск берген кезде мына жерде Deepwood аты ұқсас осындай компаниялардың бәрі үш жерде шығады. Соның ішінде бізге керегі Deepwood Supplement. Deepwood Supplement. Мына жерде сол Флорида департаментінің, штатының департаментінде тізімнен өткен құжаты. ID номерлері, қашан регистрациядан өткен. Мына жерде қарасаңыз 2021 жылы 16 апрельде бұл тізімнен өткен. Осы туылған күні болып есептеледі. Міне жақында алдымызда 16 март 2024 жылы Лос-Анджелес қаласында осы компанияның үлкен конференциясы болады. Бізден Қазақстаннан баратын адамдар да бар, онлайн билеттер бар, онлайн билет алып осыларды көрсеңіз болады. Мына жерде адрестері: Флорида штаты, Юпитер қаласы, онеке жаңағы генеральный директор Глинский Беньямин, Бен Глинский, вице-президент Райан Гудкин. Барлық адрестері, барлық документтері үшін қарасаңыз болады. Енді жаңағы дүниежүзілік домашний бизнес, сетевой маркетинг компанияларын жаңағы соларға баға беруші мына Business for Home сайты бар. Сол Business for Home сайтында 2023 жылғы ең сенімді, самая надежная компания деген көреміз. Бұлар бойынша да рейтинг бар. Солардың қатарында Deepwood клубы екінші орында жайласқан. Deepwood, Бен Глинский. Тағы да сол сайтта 2024 жылға самый денежный, ең ақшасы көп маркетинг план. Ең ақшасы көп маркетинг план. Бұл жерді қарасақ, мына жерде мінекей Deepwood компаниясы екінші орында. Екінші орында тұр мінекей. Өзі бар жоғы 1,5 жыл болды. Бұл дүниежүзілік базарға шыққанда, соған қарамастан 800-ден артық үлкен дәрежеде компаниялардың арасында бұл екінші орын. Бұл үлкен сенім, үлкен жаңа надежность дегеннен білдіруге деп түсінсек болады. Міне бұның негізін қалаушы Бен Глинский, генеральный директор. Бен Глинский өзі 20 жылдан артық сетевой маркетингте, әрқандай осы бизнеске келетін адамдар сияқты сол нөлден бастаған дистрибьютор болып, содан үлкен дәрежеге жетіп өзі компаниялар ашқан. Бен Глинский туралы сол неде жаңағы Америкада телевидениелерде передачалар болған, журналдарға шыққан. Өзінің осы неге келместен алдын Skin Body Care деген компаниясы болған. Сол. Оның екінші серіктесі
Наудыр Қазан, директор CTO маркетинг бойынша директор Наудыр Қазан. Наудыр Қазанның 30 жылдан артық бизнесте осы CTO маркетинг тәжірибесі бар. Ол да сол нөлден бастап осындай компанияларды басқарған, Қазақстанда белгілі көп жігіттер біледі. Алева Макс деген компаниясы болған өзінің. Бұл осы компанияны негізін қалағандағы бұлардың несі жаңағы ютубта тыңдап көрсеңіздер болады тарихын. Пенглинский сол үлкен ақшаға жетістіген кезде сол бір анализ жасадым дейді. Анализ жасаған кезде сол мысалы бізде CTO маркетинг көп адамның хабары бар. Мен өзім 20 жылдан артық жұмыс жасадым. CTO маркетингте тек қана 5% адам ақша алады. 1% үлкен ақша, қалған 3-4% ақша алып жүреді. 95% адам ақша алмайды. Соны байқадым дейді. Мен көп адамдарға ақша береміз, арманыңыз орындалады, тұрақты пассивный доход аласыз дейді. Соны адамдардың ақша алмайтынын көрдім дейді. Содан бұл біріншісі. Екіншіден өнімдерді лидерлерге көп ақша беру үшін өнімдерді 3 есе, 5 есе, 10 есеге дейін үстіме ақша қоюға мәжбүр болады. Сосын мына көп балалы аналар, сондайлар, жалғыз бастылар, ақшасы аз адамдар сол өнімдерді кейін копейка тұратын өнімдерді қол жетімсіз болады. Мен ондай жолмен ақша тапқым келмеді дейді. Сол бұдан ол компаниясын, Body Skincare компаниясын басқа негіз не қылып, компанияға қосып, сатып, продал свою компанию, и сосын сол кетеді, мен бизнестерді CTO-мен қайтып айналыспайын деп сөйтіп жүргенде, мына досы Наудыр Қазан оған осындай идеяны айтады. Біз дейді сондай модель жасап шығарайық дейді. Бұл жерге келген адам әрбір өнім арзан болсын дейді. Қол жетімді, әрбір адамға қол жетімді болсын. Біріншіден, екіншіден бұл жерге келген адам барлық адам ақша алатын болсын дейді. Сонымен осы 2021 жылы осының негізін қалайды, 2022 жылы соның дүниежүзілік базарға шығарады. Тағы да бұлаң жаңағы негізін қалаушыларда семейный пара Райан Лиза Гудкин. Олар өнімге, продукцияға жауап береді. Райан Гудкин Америкада өте танымалы доктор медицинских наук, осындай биодобавкалармен айналысады. Өзі фармацевт болған. Оның өмірлік жолдасы Лиза Гудкин. Осы екі адамдар. Енді мына бизнес форум сайтындағы алған орындары Левгудка несі жаңағы компаниясы бір жылдың ішінде, 13 айдың ішінде 1 миллионнан артық мүше жинады, бірақ соның арасында олар әлі международный рекламаны берген жоқ. Мына өнімдері жоғары сапалы, табиғи өсімдіктерден жасалған, 100% органикалық деген ешқандай химиялық қосымша жоқ. Және бұл продукцияларға GMP, NFC және тағы басқа сертификаттармен сертификатталған. Өнімдері өте қолжетімді, жаңағы клубный модельді пайдаланған есебінен өте қолжетімді. Мысалға, бұл әрбір адамға мен қолайлы болады деп ойлаймын. Мысалға, айына бір белгілі мөлшердегі ақшаны төлеп отырып, өнімдерін 70% арзан алған. Біз мұның өнімдерін мен бір-екі өнімін тексеріп көрдім. Мысалға, көптеген адам, особенно әйел адамдар, негізі барлық адамға керек коллаген деген өнім бар. Сол коллаген деген өнім бір айлық 75.000 теңгеге алынатын өнім бізде мына Левгудта 15.000 теңгеге жетіп келеді. Жолын есептегеннің өзінде. Өнімдерін салыстырмалы түрде басқа Амазонда, басқа интернет магазиндер салыстырғанда бұл арзан, өте арзан бағадан. Супер Грин деген өнімі өте керемет, составы бәрін толық анық жазып қояды. Осы ішінде 18 түрлі өсімдіктен жасалған. Ол өсімдіктерден 14 түрлі биодобавка. Бір өнім алған кезде 14 түрлі биодобавка алғанмен тең болып есептеледі. Тағы бір керемет өнімі мына каннабидиол масло дейді, CBD масло деп айтылады. Қазіргі уақыттың несі каннабидиол CBD масло бұл адам организмінде каннабидиол система болады. Ол біздің барлық органдарымызда процесстердің, олардың жақсы жұмыс істеуін, ол сүйек системасы, жүрек қан тамыр системасы, ол ішкі құрылыс па, любой адамның қалеген жеріңіздегі системаның бәрін контроль жасап оратын бұл каннабидиол система. Соны бұл активизация қылады. Соны активизация қылу нәтижесінде
сіздің қай жеріңізде адамда сондай бір проблема болса, сол проблеманың бәрін шешеді. Ол онкология ма, ол жаңағы нервный ауру ма, ол мысалға жаңағы не дейді, бір қандай да бір асқыну процестер бола ма. Бізде жаңағы группамыз бар, сол жерде өте бір жылдан көп болды енді Қазақстанға келген. Соның өзінде өте көптеген нәтижелер бар, видео отзывтар бар, солармен көріп танысып көрсеңіз болады. Тағы да бір мына сату кезетте қарап көрдім. Біздің мына $14, $18 тұратын осы өнім сату кезетте $125.000 тұрып тұр. Неше есе арзан. Тек қана бұны арзан алу үшін бар жоғы белгілі суммада, мысалы айына $10 мүшелік жарна болмаса, немесе жылына $100 төлеп қойса, соның өзі жеткілікті болады. Сол мынау сол өнімдері, косметикалары бар. Қазір 40-қа шамаласқан өнім болды. Кешегі күнде шоколадный протеин қосылды. Қазір детский мультивитамин болайын деп жатыр скоро. Және бұлардың бұл Бейкут компаниясының планы бойынша, жоспары бойынша 5 жылдың ішінде дүниежүзінің бәрінде склад ашу жоспарлап отыр. Қазірдің күні Германияда, Африкада складтар ашылды. Биыл Алматы қаласында, Қазақстанда склад ашуды жоспарлап отыр. Индия, Филиппин, Бразилия және тағы басқа мемлекеттерде сол склад ашу жоспарлап отыр. 5 жылдың ішінде дүниежүзінің бәр жерінде склад ашамыз деп отыр. Және де Амазонда қандай не зат болса, бұл жерде де барлық зат болады. Биылдың аяғында, 2024-нің аяғына дейін осы магазинде 200 түрлі өнім болады деді. Әртүрлі товарлар, бытовой товар болуы мүмкін, туризм қосылады деп жатыр. Жаңағы косметика бар ма, солардың бәрі осы магазинде болады біздің. Енді бұл жерде, бұл магазинде бұның әрбір келген адамда бір 3-4 түрлі мүмкіндік бар. Бұл жерде өнімді бұл жерге мүше болмайды алуға болады. Розничный клиент болып алғанда, әлбетте мына 75% арзандық болмайды, сәл қымбаттау алынады. Міне мына жағдай көрсетіп қойыпты. Міне цена члена салға мына пакетте и розничный ценасы бар. Мына жерде да цена члена и розничный цена. Розничный клиент болып алуға да болады. Ешқандай жаңағыдай ақша төлеместен. Тек қана сыртқы ақшамен. Егер біз жаңағы айлық взносын төлеп қойған кезде, бұл жерде өте арзандатылған бағада болады. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант, просто клиент болуға болады. Просто клиент болғанда тек қана сол мүшелік жарнаны төлеу арқылы айына $10 немесе жылына $100 төлеу арқылы барлық өнімдерді 75% арзан алуға болады. Сосын үшінші варианты бар. Үшінші вариант бұл клубпен, бұл компаниямен серіктес немесе партнер болуға болады. Партнерская программа бар жоғы $40 тұрады. Сол өмірде бір рет сол $40 төлеу арқылы бұл жерде әрбір адамда тек қана өнімдерді арзан алып қойып емес, бұл жерде қосымша табыс алуға болады. Қосымша табыс алған кезде бұл жерде маркетинг планы бар. Сол маркетингі бойынша мынау бонус быстрого старта деп айтылады. Бонус быстрого старта бірінші бұл жерде 50% құрайды. 50%. Демек, сіз бір адамға бұл жайлы ақпарат бердіңіз. Әлбетте бұл жайлы ақпаратты беруіміз керек барлығына. Неге дегенде, барлық адам ақша үнемдегісі келеді. Товар алған кезде 75% ешбір адам бұдан отказ етпейді. Сол үшін біз адамдарға бұл мүмкіндікті бәріне беруіміз керек. Сол мүмкіндікпен танысқан кезде, және бұл жерде ол да сол қосымша табыс алғысы келген кезде, бұл осы жерге келіп мына тіркелген кезде сол адамнан сізге 50% немесе $25. Екі адам тіркелген кезде сіздің $50 қайтып келеді. Және бұл бонус быстрого старта 10 тереңдікке дейін төленеді. 10 тереңдікке. Ол үшін өсу дәреже бар, сол өсу дәреже бойынша 10 тереңдікке дейін төленеді. Сіз бұл жерден регистрация болған кезде матрица деген ашылады. Матрица схемасы бар. Жарайды. Матрица болған кезде әрбір орын алған адамның ізінде 8190 орын ашылады. 8190. Без рейтинга деген сол 8190 орын жаймен бұл жерде оны робот толтырады. Оның толуының 3 жолы бар. Бірінші, сіздің өзіңіздің ақпарат берген адамдарыңыз болуы мүмкін, өзіңіз тіркелген. Екіншіден, сіздің спонсорыңыздың тіркелген адамдары болуы мүмкін.
Üçüncüден, осы компанияның шығарған адамдары болуы. Міне қазір апрель айында, сол апрель айының аяғында олар дүниежүзілік рекламаны жолға қояйын деп отыр. Сол реклама қойған кезде көптеген миллиондаған адамдар биылғы жоспар бойынша 2 миллион адам пландастырып отыр. Сол 2 миллиондай адам сол без партнерский программа. Просто уже клиент болып келеді. Сол клиент болып келген адамды робот жайластырады. Жоғарыдан төменге, солдан оңға деген схемасы бар. Енді оны бір маркетинг сабақтарда біліп аласыз. Сол сіздің матричный сеткаңыз толған сайын, әрбір толған адамнан 2,5% немесе 25 цент. 25 цент былай алғанда біздің ақшамен 112 теңгені құрайды. Бар жоғы. Мен сол жиналып келіп 12 тереңдікте 8190 адамға толады. Сол кезде без рейтинга деген бұл еш бірде бір адам тіркеместен $2047,5 ақша алып отыруға болады. Енді ол бір күнде, бір айда, бір жылда тола қоймайды, бір 2-3 жылдың ішінде бұл толады. Қазір бізде сондай мысалдар бар. Бір адамды, екі адамды немесе тіпті адам тіркемей спонсорларынан перелеп түсіп, сол өзі айына төлейтін $10 жарна уже оның қалтасынан шықпай жатқандар бар. $10-ға, $12-ға сіздің матричный сеткіңізге 40 адам осында түскен кезде жаңа төлейтін $10 сіздің қалтаңыздан шықпайды, осы кабинеттен шығып тұрады. Сол кабинеттен төлеп отыруға болады. Енді сіз екі адамды тіркеген кезде сізде бронза деген дәреже беріледі. Бронзада уже 13-ші тереңдік ашылады. 13-ші тереңдікте 4095. Бұл жаңа табыстың екінші көзі. Осыны алып отыруға болады. Сол бұл жерде егер сіз активный жұмыс жасасаңыз, дәреже өскен сайын, бұл доходыңызда көбейе береді. Ең максимальный бриллиант деген дәреже, бұл $16,000 дейін барады. Бұл бонустың ішінде ең үлкені емес, бонустың ішіндегі үлкені, мысалға мына ақшаны анализ жасап кетейік. Мысалға, бірде бір адам тіркеместен, айтайық, сол уақыттың өтуімен 2-3 жылдың ішінде тіркелген сізге $2047 келіп тұрса, енді біздің теңгеге салған кезде бұл бір 900,000 теңгедей ақша болады. Бұл енді бір қандай да бір үлкен ақша емес. Америкада ондай ақша жасауы мүмкін емес. Америка, Европаларда, бізде де ешбір адам оған байып кетпейді. Жаңа сол $20,000 жүгіріп барып апта соңынан машина да ала алмаймыз біз. Үйде сала алмаймыз, бірақ ақшадан тарықпай, кредитке ұшырамай, сон өмір сүруге бір қосымша жақсы ақша болады деп ойлаймын. Бұның тағы да бұл ақшалардың тұрақты болып, әрқашан келіп тұратын тағы бір несін айтып кетсек болады, қалай бұл келіп тұрады. Енді мысалға сіз жаңағыдай магазинге не болдыңыз, клиент болдыңыз да, сізге 75% арзан беріп жатыр. Бар жоғы жылына $100 немесе айына $10 төлеген үшін. Мен көп адамдармен сөйлесем, сондай магазин болса, сондай магазинге неше жыл клиент боласың десем, әлбетте өмір бойы клиент боламын дейді. Ешбір адам сол 5 есе, 3 есе, 4 есе қымбатын алуды қаламайды, егер 5 есе арзан жер бар болса. Сол үшін мынандай магазинде ертең жыл сайын зат көбейген сайын бұл жерде ешбір адам өзінің жаңа мүшелік орнынан отказ етпейді. Наоборот, мен сол орным не тамасын ана уақытында қарап тұр деп, сондай қарап тұратын неғатындар болып жатыр қазір. Сол үшін бұл жерде бұл табыс өмір бойы тұрақты келіп тұратын. Мысалға мына басқа сетевой компанияларда мен жұмыс жасадық, мен 10,000-нан артық жаңағыдай не құрған уақыттарымыз болды. Бізде клиенттеріміз болды да, сет болды, үлкен жаңағыдай жүйе болды. Бірақ уақыттың өтуімен адамдар кетіп азайып. Бұл жерде условиялар басқа, әрқашан өнім ала беру керек, әрқашан өнімдері арзан емес, қымбат. Мына жерде сол арзан өнімді алу үшін әрбір адам өзінің мына орнын жойғысы келмейді. Сол кейінгісі бұл мына енді ең үлкені міне матчинг бонус деп айтылады. Матчинг бонус ол да 5 тереңдіктен төленеді, 5 поколениядан төленеді. Сіздің личник бірінші поколенияңызден 50%. 50% дегеніңіз ол демек сіздің берген ақпаратыңызды қарап келіп тіркелген адам, мысалға, ол 10 адам бола ма, 20 адам, 50-100 сіз қалегеншті соны адамдар тіркелсеңіз болады. Сол адамдар жаңағы айтқан мына глобальный бонус бар ғой, сол глобальный бонустан $1 түссе сізге, соның 50%, 50 цент, оған $10 түссе, соның 50%, $5, оған $100 түссе сізге $50, бағана айтқан пассивный үлкен жаңа 2000 ешкім тіркемей 2000-ға жеткен кезде
сол адамдан сізге $1000 келіп отырады. Бұл бизнес, әрқандай бизнесті алып қараған кезде бизнестің басында үлкен ақшалар болмайды. Бұл жерде үлкен ақша жоқ, егер сіз пассивте болсаңыз. Активный болсаңыз тез ақшалар табылады. Бірақ үлкен ақшалар ол бір қандай уақыт өткеннен кейін болады. Яғни сол сіздің ізіңіздегі адамдар, сізге келген адамдар қанша көп ақша тауып бастаса, сіз де сонша көп ақша тауып бастайсыз бұл жерде. Және сол 5 дәрежеден төленеді. Тағы бір жері бар, бастаған сетевой компаниядан айырмашылығы. Сетевой компанияларда сіздің ізіңіздегі адам дәрежесі сізге теңескен кезде ол адамнан товар айналасынан келетін жаңа ақша келмейіп қалады, азайып қалады. Егер ол сізден озатын болса, тіпті нөл, ештеңе де келмейді. Мына жерде сіз тек қана бір адам тіркеп, сол адам жақсы жұмыс істеп, ол жаңа 16 мыңға жеткен кезде, соның 50%-ын сіз алып отыра бересіз. Сондай керемет жасалған маркетингі. Одан кейінгі бонустар. Бұған осы бонустардың бәрін қарап болдық. Осындай керемет мүмкіндік. Әрбір адамға осындай керемет мүмкіндік беріп жатыр. Енді қазір мына интернетте өте көптеген адамдар осындай ақша тауып жатқан заманда осы Livegood клубы әрбір адамға үлкен ақшаларды беруге мүмкіндік береді. Барлық бұл компанияның жаңағы клубтың не трансфер экран. Бұл клубтың бұл клуб жайлы көбірек ақпарат білгіңіз келсе, сізді осы жерге шақырған адамға хабарласың. Бұның жаңа налогтары қалай төленеді, ақшалары қалай алынады, сізде кабинетіңіз қандай болады, соның бәрі бұл жерде түсіндіріледі. Және әрқашан осы немізде группамызда күнде таңертең 9-да және кешкі 9-да осы сетевой маркетингте 20 жылдай тәжірибелері бар үлкен лидерлер бұл жерде сабақ өтеді. Сол сабақтардан қалмай осы темаларды үйреніп барсаңыз, сіз әрбір адам осы жерде үлкен ақша таба аласыз. Тек қана сізде сол ақша тапсам деген қалауыңыз болу керек, және интернетке жалғанған телефоныңыз болу керек. Мен қазір жерде тағы бір нені көрсетіп кетейін. Мысал ретінде бұл жерде мынандай бізде болған результаттар бар. Осы бизнесте үлкен ақша тапқандардың ішінде мен жаңа тіпті қолында ешқандай интернеті болмаған, телефоны болмаған, сондай адамдар да ақша таба алады. Соның мысалы ретінде біздің жоғарыда тәлімгеріміз Тим Миллер. Тим Миллер деген адам тарихы бар, ютубтарда көрсеңіз болады. Тим Миллер осы бизнеске келместен алдын тіпті үйде болмаған, бездомный, приютта жасаған, қолында интернеті де жоқ, телефоны да жоқ, оның үстіне ол инвалид, коляскада отырған адам болған. Бірақ ол одан алдын осы сетевой маркетингпен айналысқан, сол Бенгнинскийді таниткен, білеткен сетевой маркетингті. Сол осы компания жайлы естіген кезде, қаяқтан да бір $50 тауып, сол қатты бұда қалау болған. Себебі сіз ойланып көріңіз, бәріміздің үйіміз бар. Ол бездомный адам бірінші очередьте ол үйлі болуды қалайды. Сол осы мүмкіндікті пайдаланып, сол тек қана осы неден жаңағы Фейсбуктан жұмыс жасап, 5,5 айда осы коронавирус бриллиант деген дәрежеге жетті. Сол болған конференцияларда осындай мүмкіндік. Бұл жерде демек тек ақша табу үшін бізде не болу керек? Тек қана қалау болу керек болғаны. Қолыңызда бар телефон, интернет бар, үйіңіз бар. Сол тек қана қаламыз бізде осындай адамдар ақша тауып жатқан кезде әрбір адам бұл жерде ақша табуға мүмкіндігі бар. Көбірек ақпарат білгіңіз келіп, осы жайлы тағы не дейді, үйреніп көріңіз келсе, бірінші рет қатынасқан адамдар болса, сол сіз шақырған адамға хабарласын тезірек. Bir күнде 3200 адам дүниежүзі бойынша регистрациядан өтіп жатыр. Содан уақытты босқа жібермей, жақсы бұл жерден ақпаратты алып, сосын тезірек орын алып қалсаңдар, бұл
бұл бизнестен ешбір адам бос кетпейді. Ал сонымен бүгінгі презентациямызды жұмақтаймыз. Бәріңізге үлкен табыстар тілейміз. Сау саламат болыңыздар.